Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға орталық қалалық кітапханаға мемлекеттік тапсырыс бойынша келген жаңа кітаптарды ұсынамыз. Атап өтетін болсақ, Абай феномені. Бұл кітапта Абайдың ақындық тұлғасы, шығармашылығы, әдебиеттану ғылымының қазіргі заманғы жетістіктері мен концептуалдық нәтижелері тұрғысынан талданған. Ала шапқын. Бұл еңбекте исламның теологиясы мен тарихындағы сұхбат аясында өркениеттер қақтығысы теориясына сыни талдау жүргізіліп, ислам діні дін мен дүниеге қатысты бүкіл іс-әрекетте шектен шықпай, турашылдық пен әділеттікті жақтайтыны талданады. Исламдағы келісім қоғам тұтастығы. Автордың бұл прозалық жинағына әр жылдары жазылған 4 хикаяты мен 5 әңгімесі топтастырылып отыр. Бұл туындылардың тақырыптық ауқымы да сан алуан. Бөгет бұзылған күн. Белгілі жазушы, халықаралық алаш әдеби және қазақ пен клубы сыйлықтарының лауреаты Қуаныш Жиенбайдың бұл жаңа жинағына соңғы кездері жазылған көркем әңгімелері мен ол сапардан орамасын білгенді атты романы топтастырылған. Әлем әзіл әңгімелері атты жинақта негізінде көрші елдердің, сондай-ақ алыс ағайындардың сатира юморларын аударып, көпшілікке ұсынылған. Тағы да басқа көркем әдебиеттер мен қызықты оқиғаларды оқығыңыз келсе, біздің кітапхананың есігі сіздер үшін ашық.